Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін көпшіліктің сүйікті салатына айналған қытырлақ баклажан салатының рецептісін ұсынамын. Осы видеоны көргеннен кейін кафе-ресторандарды байытып жүрген салатты оп-оңай үйде дайындайсыз. Барлық құпиясымен бөлісемін, екі түрлі етіп дайындап көрсетемін. Бисмиллах деп бастаймыз. Екі орташа тәрелке салат шығу үшін осындай бір үлкенірек баклажанды қолданамын. Қабығын толықтай аршып қолданамын, себебі кейбір жағдайларда піскен соң қабығы қатты болып қалып жатады. Бұл салат үшін міндетті түрде баклажанды ірі етіп тураймыз. Біріншіден, ірі етіп туралған баклажандар салаттың құрамында сәнді көрінеді. Екіншіден, ішіндегі жұмсағы аз болып қалмайды. Кесілген баклажандарымыздың үстінен бір ас қасықтай тұз қосып мұқият араластырамыз. 10-15 минутқа қалдырамыз. Осының нәтижесінде баклажандардың қышқыл дәмі кетеді және баклажандар өзіне қажет тұз мөлшерін сіңіріп алады. Осы уақытта басқа ингредиенттерді турап қоямыз. Осындай черри қызанақтары немесе қарапайым үлкенірек қызанақтарды 4 бұрышты етіп турап қолдансаңыз болады. Черри қызанақтарын екіге бөлеміз. Ал кинза шөбін осылай ірірек етіп тураймыз. Негізі оригинал рецептте бұл салатта бастапқыдан кинза шөбі қолданылады. Бұл салатта кинза шөбі керемет үйлесім тапқан. Егер ұнатпасаңыз, руккола шөбіне алмастырсаңыз болады. Баклажандарымыз 15 минуттай тұздалып тұрды. Енді салқын суға жуып аламыз. Жуып алу міндетті. Егер жумасаңыз, баклажандарыңыз тым ащы болып кетуі мүмкін. Толықтай суын төгеміз, бірақ баклажандарды құрғатпаймыз. Егер майлықтың үстіне жайғастырып құрғататын болсақ, біздің крахмалымыз баклажандарға дұрыс жабыспайды. Баклажандарымыздың сырты влажный болғандықтан біздің крахмалымыз бір келкі жабысады. Нағыз қытырлақ болып шығу үшін біз крахмалды аямаймыз. Жүгері крахмалын қолданып жатырмын, картоп крахмалы да жарайды. Крахмалды 3-4 рет үстінен себелеп мұқият араластырдым. Нәтижесі осындай болуы керек. Майымызды қыздырамыз, біздің баклажандарымыз майға толықтай батып пісуі керек. Араластыра отырып, әдемі болып қызарғанша қуырып аламыз. Баклажандардың барлығын салып жібермей, осылай порция етіп пісіріп аламыз. Артық майы сіңірілуі үшін қағаз үлгіге орналастырамыз. Не деген хрустящий. Керемет. Салатымызды жинаймыз. Бізге арнайы кисло-сладкий соус қажет болады. Sweet chili деп атайды, менде Арой де фирмасынікі. Осындай қышқыл тәтті соусты тауып қолдануға кеңес беремін. Кафелерде дәл осындай соусты қолданады. Дәмі керемет үйлеседі. Үлкен супермаркеттерде, базарларда дәмдеуіштер, соустар сатылатын жерден табылады. Салатты ұсынудың бірінші әдісі барлық ингредиенттерді соуспен араластырамыз, тәрелкеге саламыз. Ал екінші әдісі үшін мен руккола шөбін қолданамын. Дәмі өте қатты ұнайды және осы салатта жақсы үйлеседі. Және де осы қытырлақ баклажандарымызды салатымыздың үстінен қойып шығамыз. Сол кезде баклажандарымыз ұзақ уақыт бойы қытырлақ болып сақталады. Және де үстінен sweet chili соусын құйып шығамыз. Соусты кондитерлік қапқа орналастырып құйсаңыз да болады. Соңғы кездері аспаздар бұл салатқа творожный сыр қолданып жүр. Өте сәнді көрінеді, дәмі жақсы үйлеседі, дегенмен міндетті емес ингредиент. Салатымыз одан сайын сәнді болу үшін осындай қара күнжіт сеуіп шықтым. Творожный сырды алдын ала тоңазытқыштан шығарып, жұмсақ болғаннан кейін кондитерлік қапқа осындай насадкамен орналастырып, әдемі етіп ұсынуға болады. Қара күнжітті де базарлардан, үлкен супермаркеттерден табуға болады. Салатымызда ақ творожный сыр мен қара күнжіттің үйлесімділігі әдемі көрінеді. Видео пайдалы болса, лайк басып, кез келген пікір қалдыруыңызды сұраймын. Каналға жазылыңыз, алда керемет рецепттер болады. Жаңа видеоларда жүздескенше. Ең сүйікті салатының рецептісін салуға бүгін сәті түсіпті. Сондай қытырлақ. Қараңыздар.
қараңыздар.